Ортоковриктер қазір бала массажында өте жиі және кеңірек қолданады. Жалпы бұл ортоковриктер балада әртүрлі тазобедренный суставта патология болатын болса, балада вальгус, варус болған жағдайда және жалпан табандылық болған жағдайда жақсы нәтиже көрсетеді. Жалпы мен өзіме массаж алатын мамашаларға айтатын едім, егер қаражатыңыз жетіп жатса, үйге өзіңізге сатып алыңыз балаңызға деп. Неге? Себебі бұл ортоковриктің үстінде массаж жасаған уақытта бір 3-5 минутта баланың жүргені ол бір особо бір результат көрсетпейді. Бала күніне шамамен 30-40 минут осы ортоковрикте жүру қажет. Яғни осы ортоковриктің үстінде бала ойнау қажет, бала жүгіру қажет, отыру қажет, шомылғанда осы ортоковрикті қолдану қажет. Неге? Себебі барлық уақытта бала горшокта отырса да осы ортоковрик аяғының астында болу қажет. Неге? Себебі әрбір мына кедір бұдырлы пішіндер және ойықтар олар баланың табанында орналасқан әрбір нүктелерді оята отырып, тікелей орталық жүйке жүйесіне және бұлшық етке әсер ете отырып, қан айналымды жақсартады және миға тікелей дұрыс сигнал береді. Сол себепті балада ары қарай дұрыс даму және нәтижелі ем шығады. Егер видео ұнаса, лайк басыңыз, пікір жазыңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз.